Ағымдағы жылы Сарыағаш ауданы ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің атқарған жұмыстары аз емес. Атап айтқанда, 2018 жылға арналған аудан әкімі орынбасары бекітіп берген іс-шаралар жоспарына сәйкес 12 бағыт бойынша жұмыстар атқарылып келеді. Атап айтқанда, мемлекеттік бағдарламаларды насихаттауды ұйымдастыру бағытында 191 іс-шара ұйымдастырылған. Жастар кәсіпкерлігіне қолдау көрсету бағыты бойынша 36 жиын өткізілді. Жастарды жұмыспен қамтуды үйлестіру бағытында 52 іс-шара өткізілді. Жастарға арналған қолжетімді тұрғын үй жүйесін дамыту бағытында 45 жиын өткізілді. Салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында 68 іс-шара ұйымдастырылды. Жастарда психологиялық қызмет көрсету бағытында 79, ал еріктілер жұмысын жандандыру бағытында 39 іс-шара өткізілді. Жастарды мәдени, азаматтық және рухани адамгершілік құндылықтарға тарту бағытында өткізілген шаралар саны 68-ді құраса, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу бағытындағы жиындардың саны 31-ді құрайды. Ақпараттық сүйемелдеу бағыты бойынша әлеуметтік желілер, арналар, газеттер арқылы 1287 мақала, пост жарияланды. Құқық бұзушылықтың, маскүнемдік пен нашақорлықтың алдын алу бағыты бойынша 159 шара өткізілген. Діни экстремизмнің алдын алу бойынша 75 іс-шара ұйымдастырылды. Аталған 12 бағыт бойынша жалпы саны 843 түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, өз деңгейінде өткізілді. Айтулы жиындарға қамтылған жастардың саны 87 082-ні құрайды.